тік бұрышты параллелепипедтің көлемін, белгісіз қабырғаларын табуға есептер құрастырамыз. Алдымен бірінші бағандағы мәліметтер бойынша есеп құрастырып көрейік. Айгүл қағаздан әшекей бұйымдарын салатын қобдиша жасады. Қобдишаның ұзындығы 16 см, ені 3 см, биіктігі 2 см. Қобдишаның көлемін тап. Ол үшін 16, 3 және 2 сандарын көбейтеміз. Екінші баған бойынша есеп құрастырамыз. Бір заттың ұзындығы, ені және көлемі белгілі. Биіктігі белгісіз. Әкем анама әдемі қобдиша сыйлады. Қобдишаның көлемі 630 дециметр куб. Оның ұзындығы 9 дециметр, ені 7 дециметр. Қобдишаның биіктігін тап. Биіктікті табу үшін көлемді ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне бөлеміз. Яғни 630 дециметр кубты 9 дециметр мен 7 дециметрдің көбейтіндісіне бөлу керек. Өзің дәл осындай есептер құрастырып, оны шығар. Ұстазыңа жіберуді ұмытпа.